Барлықтарыңызға сәлем, 17 ақпан күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға оңай емес, және жол жүретін болсаңыздар, шығысқа қарай жол жүретін болсаңыздар, оңай емес энергиясымен келіп тұр. Енді бүгінгі күнде жаңа айтуады, сағат 17:00-де Қазақстан уақыты бойынша, ал күннің тұтылуы шамалы частичное лунное затмение, солнечное затмение болады, сағат 17-ден 13 кеткенде. Күн тұтылған кезде біз күнге қарамауымыз керек, өйткені 1 секундының өзі сәл дұрыс емес энергия беруі мүмкін. Өте аз ғана уақытта тұтылатыны. Алдағы жылдарда бір өте ұзақ күннің тұтылуы болады, сол жылдар өте жаман дейді, енді Алла сақтасын. Бірақ сол күн тұтылғанда күнге қарамаймыз. Енді бүгінгі күн активацияға өте күшті күнде, ритуалдар жасауға, байлық құдайын күтуге, тектілік құдайын күтуге, қуаныш құдайын күтуге. Осының алдында прямойға кірсеңіздер, осының алдында прямой жасадым, осы рилстың алдында, соны қарап шығыңыздар. 15 күнге созылған активациялар берілді. Енді тышқан жылғы болсаңыздар, немесе декабрь айында туылған болсаңыздар, январдың 4-не дейін, бүгін 17 ақпан күні сіздерге бүгін білімге қатысты, саяхатқа қатысты өте жақсы күн болып тұр. Соны пайдаланыңыздар, активный болыңыздар, біліміңізді көрсетіңіздер. Либо бүгін білім бастауға өте жақсы. Біліміңізді осы саладан білім алсам екен деген сияқты бір салаларды қарастырсаңыз болады, білім алатын. Өйткені сол бүгіннен бастап білім ал, либо балдарыңа білімге қарастыр, деп біліміңді көрсет, деп көріп тұр, және екінші жартыңызбен танысуға өте жақсы күн. Өйткені бүгін әдемі көрініп тұрсыз, білімді көрініп тұрсыз. Егер де жоқ, менің күйеуім бар дейтін болсаңыздар, жақсы қарым-қатынас орнатуға өте жақсы. Бүгін сөйлесуге, ашық сөйлесуге. Мен осыны ұнатпаймын, либо сен маған осыны жасасаң, маған ұнайды деген сияқты. Және өте жақсы клиент тартуға өте жақсы күн. Өйткені сіздер әдемі көрініп тұрсыз, білімді көрініп тұрғаннан кейін өзіңіздің тауарыңызды сатуға, бүгін сөйлеп шығуға, өзіңіздің бет әлпетіңізбен, мен сияқты, говорящий голова ұқсап шығуға өте жақсы заттарыңызды, соны пайдалансаңыздар, әдемілік жұлдызын сол зат сатуға. Егерде менің екінші шартым керек жоқ, екінші шартым бар дейтін болсаңыздар. Әрі қарай сиыр жылғы болсаңыз, немесе бас жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, немесе февраль айында туылсаңыз, марттың 7-сіне дейін сіздерге бүгін үйге қатысты, недвижимостьке қатысты, либо недвижимость деген енді қымбат зат, золотая карета келіп тұрғаннан кейін, либо үй, либо машина, либо жер, либо қымбат затқа қатысты бір мәселе туындайды. Соның түрлігімен жүгірген жақсы, алу, сату, либо документтермен деген сияқты. Бүгін нағыз сіздер сол ешшақ болып жұмыс жасайтын күндеріңіз, солай жұмыс жасасаңыздар сіздерге өте жақсы ақша келеді деп көрсетеді. Бірақ жалқаулықта келеді қоса. Және ЖКТ проблемасы да асқазанды абайлау керек. Және мамаңыздың бір проблемасы қоса шығуы да мүмкін деген сияқты. Бірақ бүгін сол қатты еңбектеніп, шаршап та қалма деп көрсетеді. Сіздерге бүгінгі шамалы энергияны дұрыстап ұстау үшін барлық металл заттарды тауып алыңыздар. Металлический корректор болу керек. Корректор сіздерде металл болса өте жақсы. Бүткіл алтындарыңызды, бижутерияңызды тағып шықсаңыздар. Енді қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыздар, бүгін сіздерге бүгін тез бола қоймады, тез жасай қоймадың деген кесірінен сондай бір проблема болуы мүмкін. Либо машинаны тез айдап бір жолдан бір знактан өтіп кетіп, штраф налог төлеуіңіз мүмкін. Бүгін главный сол күйіпіспе, шаршама, асықпа, заң бұзба, либо сізге айтуы мүмкін, тез жасай қоймадың, тез бол деген сияқты. Сол бір тез жасайым, асығыс, үсігіс жасайым дегеннен сол проблема туындауы мүмкін. Заң бұзбаймыз, бүгін бір сот мәселесі болуы мүмкін, егерде бұрыннан бері сотқа қатысты бір мәселе болып жатыр менде дейтін болсаңыздар. Аяқты абайлаймыз, өйткені аяқ ақсаңдау, аяқты ұрып алу, сондай травма алып қалу деген сияқты нәрселер бар. Мошенникке алданып қалмаймыз, бірақ күннің аяғында сіздерге бір жақсы шамалы ақша түсу керек. Аяғымыз астынан байқап қарап жүреміз, сіздерге не болады енді корректорға. Бүгін көп су ішіп жүрсеңіздер, көп су ішіңіздер, қолдарыңызға су алып алыңыздар бутылкаға. Солай жүрсеңіздер болады, корректор. Енді ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыздар, немесе апрель айында туылған болсаңыз, немесе май айында туылған болсаңыз, июньнің 7-сіне дейін сіздерге арналады. Бүгін сіздерге әйелдермен ұрысу,
металл заттан бір травма алып қалу. Сондықтан машинаны абайлап өтеміз, жолдан абайлап жүріңіздер, пышақты абайлап ұстаңыздар, тамақ істейтін болсаңыздар. Бүгін 17 күн ешкіммен ұрыспаймыз, өйткені байлықтың энергиясы келеді деп жатырық. Сол сіздерге шамалы ұрыс-керістің, стресстің жұлдыздары келіп тұр, абайлаймыз. Енді бүгін женский жағыңызды көрсетуіңіз керек, әйел адам болатын болсаңыз, ер адам болсаңыз, как бы қан тапсырсаңыз да болады екен. Өйткені пышақты абайла деп тұр, әйелдер женский жағын қарау керек деген сияқты. Балдарыңызға ұрсуыңыз да мүмкін. Как бы мен сені оқытып жатырмын, либо оқымай жатсың деген сияқты, либо өзіңіз қиналуыңыз мүмкін, мен осыған оқуға ақша төлеген сияқты едім, бірақ сол білімді мен жетілдіре алмай жатырмын, игере алмай жатырмын деп. Бірақ енді бүгінгі күннің басты проблемасы сол әдемілікке қатысты ақша шығарып жібермеңіздер. Либо сіздер ақша бер деуіңіз мүмкін, күйеуіңіз бермеуі мүмкін, соған стрессовать етуіңіз мүмкін. Мен бір әдемі затты көріп тұрмын, соны алғым келіп тұр деген сияқты. Бүгін сол тұз алып, қалталарыңызға тұз салып жүріңіздер, либо бөлмелеріңізге тұз қойып қойыңыздар, бүгін үйдемін дейтін болсаңыздар, бөлмелеріңізге бамбук қойып қойыңыздар, главное сол ұрыспаңыздар. Күндеріңіз жақсы сәтті өтсін, ақшаны көп жаратып жүрмеңіздер. Өйткені кейінгі айда, либо кейінгі аптада даже, мен мынаны бекер алған екен, болмайтын нәрсе деп бүгін қалуларыңыз мүмкін. Жылқылар сол, сіздерге сол жылқы болсаңыз, немесе июнь айында туған болсаңыздар, сіздерге вообще бүгін өте күшті энергия келіп тұр ғой. Бүгін лотерея алып көре салыңыздар. Білмеймін, енді лотереяны қаяқта сататын, просто лотерея алып көре салыңыздар. Өйткені сәттіліктің, байлықтың, бір тез ақшадан келетін энергиясын көрсетеді. Балдарыңызбен мақтанасыз, өзіңізбен мақтанасыз, әйтеуір. Как бы сондай мақтану балдармен, либо өзіммен, қуаныштың, сәттіліктің энергиясы жүреді. Ертең сондай позитивте, сондай бір жеңіл, сондай жүрсеңіздер билеп, өлең айтып, өткені осы 17 ақпан күні қандай күйде болсаңыз, алдағы уақыт бір жыл бойы солай жүреді деп көрсетеді. Және тілек тілеп, дәптерге жазуды ұмытпаңыздар бүгін. Күндеріңіз өте жақсы сәтті өтсін. Енді қой жылғы болсаңыз, немесе мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылған болсаңыз, немесе август айында туылған болсаңыз, сентябрьдің 7-сіне дейін сіздерге бүгін, сіздерге де сол абайлап, ойланып, дұрыстап шешім қабылда деп тұр. Бүгін кредит алмай қойыңыздар, бұрын қарызды ақша бермей қойыңыздар, бүгін ешкімге алданып қалмаңыздар. Бірақ недвижимостьке қатысты, мамаңыздың бір денсаулығына қатысты, әлде өзіңіздің денсаулығыңызға қатысты бір мәселелер шығуы мүмкін. Дәрігерге көрініңіздер, сіздерге де сол корректорға мойындарыңызға бір цепочка тағып ал десем де болатын шығар. Мысалға енді дауысы шығып тұратындай қылып. Ладно, мына жерде жоқ екен, жаңа бір сондай цепочкалар болады. Как бы жүрген кезде либо салпылдақ сырғама темірдің дауысы шығып жүретіндей, сол корректор соны басады. Просто ертең тып-тыныш, позитивте, үйде отбасыңызбен қарсы алған жақсы шығар күнді. Тауғы жылғы болсаңыздар, немесе сентябрь айында туылған болсаңыздар, сіздерге 17 ақпан күні келетін энергия сәл дұрыс істеу, бір затты жоғалтып алма, тастап кетпе, ұрлатып алма, және тілге абай бол. Әңгіме сөз айтпа. Бұрындағы қыдырып жүргендеріңізді, либо жігітпен кездескеніңізді, либо бұрында бір қыз бәрімен кездескеніңізді, еш нәрсе айтуға болмайды. Және өзіңіз басқа бір адамды әңгімелейтін болсаңыз, тек жақсы жағын ғана айтыңыздар. Ол жақсылығын, либо сізге біреу жамандап жатса, ол жақсылығын білмедім, ол жағын деп ешқандай өсектемейміз. Тек жақсы жағын айтыңыз, жақсы жағын айтатын болса ғана сөйлеңіз, жақсы сөз шығатын болса ғана сөйлеңіз, ертең просто сөйлемеңіз. Уже 16 ақпаннан түстен кейіннен бастап кірді ол энергия. Барынша абайлаймыз, арақ ішпеңіздер. Қалталарыңызға сіздерде тұз салып жүрсеңіздер. Тұз бізге не болды, главное. Енді басқа корректор білмеймін, егерде үйдемін алаңсыз дейтін болсаңыздар, бөлмеге тұз қойып қойыңыздар, бамбук қойып қойыңыздар. Осылай. Главное, сол заттарыңызды ұрлатып алмаңыздар, алданып қалмаңыздар, ақшамызды абайлаймыз. Негізі бүгінгі 82 жылғы болсаңыз, 2 жылғы болсаңыздар, февральдың 4-нен басып толсаңыздар. Мен ең басында айтуға ұмытып кетіппін. Бір
бүгін знаковый событие болады дейді да, бүгінгі күннің кім не айтып, не қойғаны, қандай тірліктер жасап атқаныңызда, қандай информация келіп атқанын барлығын сол мән бер әр адамның сөзіне, ісіне, тірлігіне, болып жатқан жағдайларға дейді. Сондықтан бүгін есте сақтаңыздар 82-ші жылғылар. Ит жылғы болсаңыз, дома жылғы болсаңыз, немесе ноябрь айында, октябрь айында туылсаңыз, либо ноябрь айында туылған болсаңыздар, енді сіздерге болжам. Бүгін 17 ақпан күні бас ауру, мигрень, балдар айтқанын тыңдамай жатыр, либо сіздің ата-анаңыз сіздің айтқаныңызды тыңдамай жатыр дейма, либо ата-енеңіз айтуы мүмкін, күйеуіңізді, либо өзіңізді, ер адамсыз ба, әйел адамсыз ба, әйтеуір сондай бір ата-ана баласына бір сондай бір ренжулі болатын күн, және бастықтары үлкендердің бір жастарға, либо сізге сондай бір ренжулі болатын күн. Байынша енді еңбегіңізді көрсететін күн ғой, байынша көрсете аласыздар, өздеріңіз дамыл таппаған адамсыздар ғой. Бірақ енді сөйлемейміз, ешкіммен ұрыспаймыз. Егер де біреу сізге ұрысып, жала жауып жатса, үндемей сыртқа шығып кетіңіз. Олай емес. Мен негізі ойым ондай болған жоқтығын, байқамай осылай жасап қойған шығармын, білмей қалдым деп сөйтіп айтыңыз да, өзіңізді түсіндіріп. Ол тыңдамай жатса да үндемей шығып кетіңіздер деп айтады. Өйткені ұрыспаймыз, балдармен де дәл солай. Өйткені көпке қарай кетіп қалуыңыз мүмкін. Заң бұзбаймыз, главное. Сіздерге бұл жерде енді корректор жоқ, просто эмоцияны ешкіммен ұрыспауға тырыссаңыздар. Бірақ енді бүгін періштелеріңіз қасыңызда, өйткені періштенің белгісі бар. Тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. ЖФУ-ға арқаңызбен тұрып тілекті істесеңдер вообще күшті. Әрқашан тілегі қабыл адам болыңыздар. Айтқанымның тегі жақсы жағына орындалсын, негативі болмасын өмірлеріңізде деп тілеймін.